ақшта орналасқан бұл үйде қазір ешкім тұрмайды, 22 бөлме. Бір-бірімен байланыспаған дәліздер. Есігі ашылады, бірақ қайда шығатынын ешкім нақты айта алмайды. Халық арасында бұл жерді шексіз үй деп атап кеткен. Себебі ішіне кірген адамдар кейде есін жоғалтып, тіпті қай бөлмеден кіргенін ұмытып қалады. Бірақ ең сұмдығы, бұл үйде ешкім бір түнде өткізе алмаған. Алғашында бұл үй 1960 жылдары жеке психиатриялық клиника ретінде салынған. Бірақ құрылыс аяқталмай жатып ақ, жұмысшылар арасында жұмбақ оқиғалар басталған. Бірі шатасып есік таппай қалғанын айтса, енді бір дыбыстар естіп, түн ішінде жылаған дауыстарды естігенін жеткізген. Ең қызығы, бұл үйдің ішінде орналасқан бөлмелердің нақты жоспары ешбір картада дәл келмейді. Бір адам кіріп санағанда 22 бөлме десе, келесі күні кірген адам небәрі 16 бөлме көреді. Кейбір есіктер бұрын болмаған жақтан пайда бола салады. Тіпті кейде қайталанып келе беретін дәліздер кездеді. Шексіз іспеттес. Ал психиканы зерттеуші бір ғалым үйге кіргеннен кейін 2 сағаттан соң есінен танып сыртқа шығып кеткен. Кейін ол былай деді: мен өз даусымды өзге бір адамнан естідім, бөлме ішінде менің дәл көшемем жүргендей болды. Тағы бір дерек, үйдің астында бұрынғы әскери байланыс туннелі орналасқан. Кей болжамдарда бұл үйді салғандар сол туннелді пайдаланып, санаға әсер ететін дыбыс немесе толқын технологиясын сынаған болуы мүмкін. Ал басқа бір теорияда бұл үй мультикеңістікке енетін аумақ деп есептеледі. Яғни бір бөлмеден келесі бөлмеде өткенде, сіз басқа нұсқаңызбен кездесіп қалуыңыз да мүмкін. Бұл енді ақылға сыймайтын нұсқа. Бірақ куәгерлер сөзімен техникалық бұзылулардан кейін мұны жоққа да шығара алмайсың. Бүгінгі дейін бұл үйде бірде-бір адам түнемеген. Жазушы, блогер, тіпті мен ештеңеден қорықпаймын деген ютуберлер де бар болғаны бірнеше сағаттан соң үйден қашып кеткен. Не үшін екенін нақты ешкім айта алмайды. Бірақ бәрінің айтатыны бір, бұл үй тірі секілді, және ол сіздің санаңызбен ойнайды. Ал сіз бұл үйде бір түн болуға дайын болар ма едіңіз? Видео қызық болса, лайк басып пікірге өз ойыңызды қалдырыңыз. Мұнда құпиялы видеолардан тағы да хабардар болғыңыз келсе, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі тылсым хикаяда кездескенше.